қарызда жүрмін, қиналып жүрмін, минуста жүрмін деген кісілер болса, осы видеоның соңына дейін көріңіз. Негізінде мен ондай адамдарды өте бақытты адамдар деп айтар едім. Қазір ол біртүрлі қуып кеткен әңгіме болып көрінуі мүмкін, сіздерге естілуі мүмкін, бірақ ол шынында да сондай. Ондай жандар өзінің алдына мақсат қоя алатын, осы қарыздан шығамын, өзім алған адам армандаған өміріме жетемін деген сияқты мақсатпен өмір сүруге оты бар адамдар да, оған от бар, сол нүктеден олар қарай қимылдап кете алады да. Мен қазір бір болмайтын нәрсе айтып отқан жоқпын, өзім басымнан өткен нәрсені айтып тұрмын да. Менің жас кезімізден бастап біздің баспанамыз болмағанда, негізінде әке-шешем үйі, біз бала кезімізде үй сатып қайтып үй ала алмай қалған сондай жағдайлар болады ғой. Кейін үйлі болды ол кісілер да. Сөйтіп жүрген кезде менің бір арманым үй болу болған. Өзім де тұрмыстан ажырасқан кезімде бала шағаммен далада қалған адаммын ғой, былайша айтқанда үйсіз күйсіз да. Содан кейін мен өмір бойы квартирада қалып кеткен жоқпын, өздеріңіз көріп отқандай. Өйткені сол менің қиыншылығым, сол кездегі менің жағдайым мені алғарай жүруге итермеледі да. Менің сол отправной точкам болды, былайша айтқанда. Менің отым болды. Ол әлі күнге шейін солмен келе жатырмын да мен. Одан кейін мен үйлі болуым керек деп, мен балаларым кішкентай кезде, мектепте оқитын кезде барақ дейді ғой, кәдімгі 4 жанұя тұратын бір шатырдың астында, крышаның астында сондай үйден 3 бөлмелі үйлі болдық. Сол үйде өмір сүріп жүріп, осы жердегі жерді алып, осы жерге бірінші азық-түлік дүкенін салып, үй салмай тұрып та, менің кішкентай кезімде көрген қиыншылығымнан деп ойлаймын да. Мен бұрыннан бір керемет, бәрі жетіп тұрған, сондай бай бақуат семьядан шыққан жоқпын. Біздің балалық шағымыздың өзі қиыншылыққа тоғырау кезге тура келді, жұмыссыздыққа тура келді, Мен әке-шешем сондай жағдайда бізді өсіріп жеткізді. Сол үшін мен бірінші азық-түлік дүкен салғанмын да. Азық-түлік дүкеніне өзімнің сол үйімнен қатынап жұмыс жасағам. Одан кейін барып сол азық-түлік дүкенінің артынан осы үйді салғанмын да. Осы үйді салып кірдік, Құдайға шүкір. Онда да мен қазір осындай үлкен жақсы өзім армандаған осындай үйім болса екен деп, сол арманымдағы үйді салғанбыз да. Және де қазір де ары қарай да тоқтамаймын да, менің үйім болу керек деп та. Міне сондай, негізінде сондай проблемасы бар адамдар өте жақсы алдына өзінің мақсат қоя алатын мотивациясы болады да. Сол мотивациясы, сол оның проблемасы, ұйықтатпайды, жатса да тұрса да қимылдайын, жұмыс істейін деп жұмыс істететін өзінің мақсаты, целі болады да. Одан кейін тағы да айта кететін жағдай, армандаңыздар. Қалай мен осы үйді армандағанмен, 2 жатын бөлмесі, 1 зал, кухня, прихожка, осындай көзіме елестеткен, дәл сол осы үй сондай болып шықты да. Мысалға, соған қаражат та табылды, ақша да табылды, барлық нәрсе мүмкін. Тек қана сол қиыншылығыңызды өзіңіздің плюсыңызға айналдыра біліңіздер. Сау болыңыздар.